Армысыздар. Бүгін біз парламент мәжілісінің қабырғасындамыз. 2022 жылдың 4 мамыры. Қазіргі уақытта біздің қоғамда әлеуметтік желіде тіл мәселесі өте өткір талқыланып жатыр. Өткен аптада мәжілісте Ақжол фракциясы атынан депутат Қазбек Иса үкімет басшысы Әлихан Смайыловқа депутаттық сауал жолдаған. Ол сауалында депутат мемлекеттік тілге Конституцияның 7 бабында дара статус беру мәселесін көтерген. Қазақстан Республикасының азаматтығын алатын кез келген адам тілден емтихан тапсыру керектігінде айтқан. Енді бұл депутаттық сауал әртүрлі пікірталасқа себеп болып жатыр. Атап айтқанда орыс тілді бұқаралық ақпарат құралдары оны былай өзгертіп ақпарат таратқан. Конституцияның 7 бабынан орыс тілін алып тастау туралы Қазбек Иса сондай мәселе көтерді деп. Енді оның нақтысын біз енді депутаттық сауалды қарап шықтық. Нақты ондай сөз жоқ. Бірақ дара статус беру мәселесі мемлекеттік тілге әрине айтылды. Ол нақты кім қалай интерпретация жасайды, оны енді әркім өз біле жатар. Бірақ енді депутаттардың көбі осыған қосылмады деп те сын айтылды. Депутаттардың кейбірі, атап айтқанда Берік Әбдіғали, бұл мәселе парламентте қаралмағанды айтты. Енді біз депутаттардың өзінен сұрап көрейік. Шынында да олар бұл депутаттық сауал жайлы не дейді, және сұрайық тікінен. Олар орыс тілін Конституцияның 7 бабынан алып тастауды қолдай ма, жоқ па? Иса Қазбек Жарылқасынұлының депутаттық сауалына мен де қол қойдым. Ол жердегі депутаттық сауалдың негізгі мазмұны жалпы мемлекеттік тілге қатысты болды. Қазіргі таңдағы әлеуметтік желідегі бұрмаланып жатқан тақырыптарға мүлдем қатысы жоқ. Біріншіден, біздің Конституцияда белгіленген мемлекеттік тіл туралы арнайы конституциялық заңның қажеттігін бәріміз атап өткіміз келеді. Сонымен қатар бүгінгі таңдағы ақпараттық саясатта да біз жалпы ұлттық идеологияға негізделген, тәрбиеге негізделген саясат болуын қалаймыз. Үшінші мәселе, шетелден келіп жатқан азаматтардың мемлекеттік тіл және Қазақстан тарихы туралы емтихан тапсыруын қолдаймыз. Негізгі депутаттық сауал осы турасында болған. Жеке өзімнің азаматтық позициям, біз қазіргі таңда жалпы мемлекеттік тілдің дамуына жағдай жасауымыз керек, заңнамалық тұрғыдан. Соның негізінде біз мемлекеттік тілдегі контенттердің сапалы болуына, мемлекеттік тілдің жалпы барлық ұлттарды біріктіруші факторына айналуы және қолданыс аясының кеңеюіне заңнамалық тұрғыда жағдай жасауымыз қажет. Орыс тілінің статусы Конституцияда ресми тіл ретінде қалу керек деп есептейсіз, я жоқ? Жалпы орыс тіліне қатысты мен ешқандай пікір білдірмеймін. Мен тек қана мемлекеттік тілдің дамуын, мемлекеттік тілдің институционалды негізде жалпы қолданысының кеңеюін, сонымен қатар заңнамалық тұрғыдағы оның жалпы дамуына механизмдер жасақтау қажеттігін атап өткім келеді. Әріптесіміз Қазбек Исаның депутаттық сауалына қол қойған депутаттардың, сауалға қосылған депутаттар ішінде мен бармын. Бұл жердегі егер сауалды дұрыс оқыған адамдар болатын болса, оқитын болатын болса, бұл жерде қазақ тілінің мәртебесі туралы әңгіме жүріп жатыр. Бір орыс тілін, болмаса ағылшын тілін қосу не алып тастамау деген туралы әңгіме жоқ. Сондықтан да біз ең алдымен мүмкіндігінше бар күшімізді қазақ тілінің мәртебесін, оны күнделікті қолданыста, мемлекеттік саяси жүйеде пайдалану мүмкіндігін кеңейту мәселесін пысықтауымыз керек. Орыс тіліне ешкім тиісіп жатқан жоқ. Яғни ол Конституцияның 7 бабында орыс тілінің ресми статусы қалу керек деп есептейсіз? Орыс тілін алып тастау үшін ең алдымен қазақ тілінің дәрежесін көтеру керек. Оны қолдану аясын, соның қажеттілігін, мұқтажынан қалыптастыруымыз керек. Негізгі кілті де осы бағытта. Сондықтан да бірінші қазақ тілінің мәртебесін көтеріп алғаннан кейін өзге тілдердің мәртебесіне мән бере бастауымыз керек. Одан кейін қазір нақты оны ешқандай кедергі жоқ қой. Өзіңіз білесіз, қазақпен қазақ сөйлескеннен кейін басқа мемлекеттік орындарда, басқа ұлттарда сөйлеп жатыр. Сөйлейді де, мәселе жоқ. Өзіңіз біліп жатыр, қазір орыстар да сөйлеп жатқан қазақша, мысалға. Сол себептен әрине ол мемлекеттік тілді біздің елде тұрғандықтан. Ол мемлекеттік құрмет деген сөз ғой. Кеше Матвиенко білесіз, Ресей Федерациясының депутаттарының төрағасы, менің өзім ойлаймын, сенаторларының. Сол осында Қазақстанға сапармен келген кезде айтты, Қазақстанда тұрғандықтан міндетті түрде қазақ тілін білу әр азаматтың міндеті деп. Сол бағыт бізде жайлап жүріп келе жатыр. Жақсы, қысқа сұрақ, орыс тіліндегі статусы Конституцияның қалу керек қой ресми әзірге? Бұл мәселе қазір референдум болады.
сіз білесіз, президент референдум жөнінде айтып кетті. Бұл деген сөзіне халықпен тікелей бұл мәселе талқыланады. Сол талқылау кезінде бұл мәселеге біз оралатын боламыз. Нақты бүгінгі күн тәртібінде бұндай мәселе қаралып тұрған жоқ. Жақсы, қысқаша. Дело в том, что если вы видели, наш коллега уважаемый Казбек Жолкосынович, он объяснил, что он имел в виду. Поэтому ваш вопрос очень правильно поставлен. Он объяснил, что он имел в виду. Мы поддержали его идеи об укреплении национальной идеологии, о дальнейшем развитии государственного языка. Кроме того, как бы есть там и другие идеи по этому развитию. Что касалось момента, о котором вы говорите, искажения, то сам Казбек Жолкосынович, он объяснил, почему это и как, кем было сделано. У него есть собственные слова, поэтому можете на них опереться, чтобы мы не домысливались. Вы поддержали это предложение? Там было написано, что надо отдельный закон про государственный язык. Вы поддерживаете, да? Чтобы... Дело в том, что о развитии он говорил о том, что нужен механизм дальнейшего развития государственного языка. Я считаю, что это нужно. А как вы это представляете? Как? Ну, это вы лучше у него спросите, он автор запроса. Я вам говорю просто исходя из того, что он пояснял в своем комментарии и исходя из того, что было в запросе. Ол мәселеде біз сол депутат сауал жасаған күннің ертеңіне емес пе, 2 күннен кейін бе, 3 күннен кейін бе шұғыл басталды. Бір жерде бір мал алып жіберді да. Сол кезде мен жауап беріп жазып қойдым. Бұл ешқандай заң емес парламентте дауысқа түскен. Бұл Ақжол фракциясының депутаттық сауалы мен жарияладым. Депутаттық сауалды жасаған кезде осы жерде сол жерде пленар бүткесін барлығы келіп мені қолдап, өте жақсы болды, дұрыс болды дегендердің бәрі қосыламыз деді да, өз қалауымен қосылды. Ешкімді біз зорлаған жоқпыз. Қосылғандардың тізімі депутаттық сауалдың соңында жазылған. Бұның алдында мысалы 26 қаңтар оқиғасына байланысты депутат сауал жасадық қой. Онда да мысалы 23 па 24 депутат болған. Онда жазғанбыз. Сол сияқты жазылды да, ал халық кейін сол жазылғандардың ішінде әркім өз депутаттарын іздеп, содан шу шықты. Ақжол фракциясының Конституцияның 7-ші бабының 2-ші тармағынан орыс тілін ресми тіл ретінде алып тастау бойынша фракцияның позициясы нақты қандай? Егер сіз сол сауалымызды қарасаңыз, дұрыстап оқысаңыз, сауалымызда орыс тілі туралы бір де сөз жоқ. Жоқ, сол 7-ші баптың өзгерту туралы деп айтыпсыздар, сол 7-ші баптың несін өзгерту? Сол жерде жазылған. Жоқ. 7-ші бапты өзгерту туралы деп сауалда жазылған. Нақты нені өзгертуді ұсынып отырсыздар? Сауалда мәселе былай, бұл бұрмалау, Қазекен айтып отыр ғой, негізінде сауал жариялағаннан кейін 2 күннен кейін ғана басталды. Бұл бір мектепте ата-аналармен кездесу болған кезде біраз сондай не дейміз, өткір талқылау болды да, сол Қазекен ол жерде түсініктеме берген кезде біздің фракциямыз ғана емес, тіпті фракция құрылғаннан дейін 2011 жылдан бастап Ақжолдықтар Қазекен ол кезде өткізіп болған, мен де бұл қойғанмын 138 қоғам қайраткері. Біз осы сіз айтқан мәселе бойынша мынандай мәлімет жасадық және оған қол қойдық. Оны мысал ретінде Қазекен келді. Сұрақты сізге Қазбек нақты қояшы, сіз өзіңіз жеке Конституцияның 7-ші бабынан орыс тілін ресми статустан айыру туралы қолдайсыз ба, жоқ әлде сіз алып тастау керек дейсіз бе, жоқ әлде алып тастамау керек пе? Нақты айтыңызшы. Мәселе жаңа тілшімізді қойып жатыр да, 7-ші баптан енді өзгерту. Бізде Конституцияның 7-ші бабында мынандай сөз бар. Қазақ тілі мемлекеттік тіл дейді да, нүкте. Одан кейін ары қарай жоқ. Негізі Конституцияда мемлекеттік тіл болып табылғасын қазақ тілі. Ол мемлекеттік тілді білуі міндетті деген сөз жазылу керек. Бізде не жоқ? Білуі міндетті деген сөз жоқ, біріншіден. Екіншіден, Конституцияға енгесін мемлекеттік тіл деп енгізілгесін, соны нақты дамытатын мемлекеттік тіл туралы заң керек. Бұл жерде сол тіл туралы заң бізде 30 жылдан бері әлі жоқ. Мына 15 одақтас бөлініп шыққан. Барлығында мемлекеттік тіл туралы заң бар. Қазақстанда сол тіл туралы заң жоқ. Біз сол мемлекеттік тілді Конституция бабында айқындау мәселесін ретінде. Ал орыс тілін қалдыру керек деп ойлайсыз осында, иә? Ол жерде орыс туралы мәселе жоқ. Біз орыс тілі туралы. Сіздің позицияңыз қалдыру керек па, жоқ па? Ол туралы Азекең айтты. 2011 жылы біз ашық хатта өз позициямызды білдіргенбіз. 2017 жылда бұл көтерілді. Онда да позициямызды білдірдік. 2020 жылы
Ол да позиция. Нақты қандай позиция айтыңызшы енді. Иә. Ол жерде дәл қазіргі жағдайда бұл мәселеге келу қиын болып тұр. Өйткені кешегі осы мәселе көтерілгенде қанша шу болды, бізге қанша жала жабылды, көріп отырсыз, бұрмалап отырсыздар. Ал жалпы бұл туралы президентіміздің өзі, Тоқаевтың өзі айтты, алғашқы жолдаудың өзінде айтты, бізде бір ақ мемлекеттік тіл болу керек деді, қазақ тілі ұлтаралық қатынас тілі болу керек деді. Яғни егемен Қазақстан мақаласында бізде әрбір азамат қазақ тілін білуі міндет, парыз және міндетті деп жауап берді. Ал кеше ассамблеяда мемлекет басшысы қазақ тілін дамытуға шаралар жасау керек, бірақ ол өзге тілдерге ұлттарды алаламау керек деді. Мен осыған қосыламын. Позицияңыздан бас тартып отырған жоқсыз ба? Жоқ, позициямызды бас тартпаймыз. Және бұл мәселеде біз қазір референдум, мысалы осы мәселеге келейік. Референдум жарияланды жұма күні. Біз естеріңізде болсын, депутаттық сауал сәрсенбі күні жасалды. Соның кеше бізге қарсылар бұрмалап жазыпты. Қазбек Иса депутат мына тіл мәселесін әдейі көтеріп отыр, референдумға кедергі келтіру үшін деп. Ал мен сәрсенбіде жасадық біз Ақжол фракциясы. Ал ол жұма күні болды, 2 күннен кейін мен қайдам деп референдум болады болмайды. Мәселе, ал референдумды біз қуанышпен қуана қабылдадық. Өйткені 30 жыл сірескен саяси ескі жүйені жаңартамыз деп жатқан бүкіл халық қолдайды деп ойлаймын. Біз оны қуана қолдаймыз референдум. Махамбет Абжан News видеода мектепте сөйлеген сөзіңізде орыс тілі болмайды деген сөзіңіз бар. Соны түсіндіріп берсеңіз қалай болмайды? Ол мәселе жаңа Азекең айтты. Мектептегі видеода менің сөзімнің басы және аяғы жоқ. Мен бұл сөздің басында 2011 жылға біздің ашыққа айгүл 138-дің аты Мұхтар Шахановтың өзі бастап шығарған. 2017-ші Әбдіжәміл Нұрпейісов, Қабдеш Жұбайдыр, Асад Әләшін, Дулат Исабеков, Бексұлтан Нұржігек, Төлен Әбдіков барлығы бар. 125 адам қолдап, қазір 126 мыңнан асып кетті. Осы неде біз сол мәселені көтергенбіз. Конституция тіл заңы өзгеріске дейін. Ал енді бұл 2020 жылы. Енді осы мәселені, мысалы, мен сол кезде айтып тұрған кезде мектепте, сол жерден басталып кеткенде, соны депутаттық сауалға келіп жабыстырып жатқандар бар. Ол депутаттық сауал емес, ал алдындағы ашық хаттарда айтылған. Сізге мандат маңызды ма, жоқ әлде мемлекеттік тілдің мәселесі маңызды? Маған мемлекеттік тіл маңызды, ең бастысы. Неге онда сөзіңізді басқа? Иә. Сіз енді ата заңнан алып тастау туралы айтып бердіңіз ғой. Иә, 20 жылға дейін. Соны нақтылап айтыңызшы, алып тастау керек пе, жоқ па? Орыс тілін ресми түрде жетті. Мен жаңа жауап бердім ғой. Мен әпкесімді толтырайын. Негізінде бұл сіз қойған мәселеге біз жауап бердік. Ол бір екіншіден өте дұрыс. Қазір сіз бір нәрсеге назар аудардыңыз. Біз үшін не маңызды деп отырсыз? Иә, біз үшін маңызды бұл кез келген еліміздің азаматы, Қазақстан азаматы мемлекеттік тілін меңгеріп, кез келген мемлекеттік органға, болмаса мемлекеттік мекемеге барып, өз ана тілінде қызмет алуға толық құқығы бар. Біз соған ерте ме кеш пе жетеміз деп білеміз. Және де бұл мәселе неде? Конституциямызда бұл мемлекеттік тіл деген қазақ тілі деп көрсетілген, ал бірақ соның орындау тәртібі, орындау ережесі заңменен бекітуге келеді. Заң әліге дейін қабылданған. Сол себептен өткен сәрсенбі күні Ақжол фракциясы және де бізді қолдаған біраз әріптестеріміз соған осы Конституцияның бабының іске асыруға арналған арнайы мемлекеттік тілі туралы заң қабылдау ұсынымыз.